Сәлем достар, бүгін мен сіздерге осындай конфеты тойбастар жасауды көрсететін боламын. Ол үшін алдымен бізге телеграм каналына кіру қажет. Міне қазір телеграм каналына кірдім. Осындай бомбонеркаларды шаблонын таңдап алдым. Линия мен линиясыз и этикетка для птичьего молока. Енді осыны қазір распечаткадан шығарамыз. Бірақ сіздер распечаткадан шығармай тұрып, төбесінде ақ жазу көріп тұрсыздар ғой. Соған Pixart немесе Ponto деген программадан заказ берушінің атын жазасыздар. Міне осындай карточкалар, төбесіне қалаған жазуды жасаңыз болады. Бірақ принтерден шығармай тұрып, төбесіне жазып шығасыздар. Міне біздің птичье молоконын аламыз. Енді осыған өзіміздің этикеткамызды жабыстырамыз. Менде қағаз 200 граммдық. Сіздер самоклеющий бумагаға немесе граммы аз қағаздар алсаңыздар болады. Мен всегда 200 граммдық қағазбен жұмыс жасаймын. Карточкамыз также 200 граммдық. Но карточкаға 230 граммдық фотобумага алатын болсаңыздар, өте әдемі көрінеді. Мен де жақсы көрінеді. Просто 230 граммдық карточкаға алатын болсаңыздар, фотобумага, онда карточкаңыз қалың болып тұрады. Менде 200 граммдық, ол 200 граммдық кішкене жұқалау. Міне менде ұлға арналған тойбастар. Осылай бір карточкаға 4 конфеті жабыстырсаңыз болады, немесе осылай 2 конфеті жабыстыруға да болады. Конфетіға дәл солай жаңағы заказ берушінің мысалы 40-нан шығару, мысалы баланың атын жазсаңыздар да болады конфетіға да. Міне осылай жабыстырып шығамын. Дәл жаңағы қыздарға арналған бомбонерка сияқты ұлдарға да дәл солай жабыстырып шығамыз. Міне ештеңке түсіп қалмайды. Осылай болады. Клеймен жабыстырдым, ештеңке түспейді. Егер де түсіп қалады деп қорқатын болсаңыздар, онда двухсторонний скотчпен жабыстырған әдемі көрінеді. Немесе самоклеющий бумага алсаңыздар болады. Міне осындай шаблон алғыңыз келсе, менің осы YouTube каналыма тіркеліп, маған Инстаграмға жазып жібердіңіздер. Мен сіздерге телеграмға қосылу жайында айтам. Алда көптеген видеолар болады.